В общем, кештетіп, мына қыздың киімін алдық, айтып бүйтіп жүріп. Мәссің бә? Солай, в общем. Қаладамыз судыра шығып, анда барып, мұнда барып, киімдер таппай, көйлек тәшіне таппай, енді тауып, қазір тамақ көкірей алды еще. Енді тамақ ішуге барады. Аман болыңыздар. Менің жаным келді. Қош келдің. Қалайсың? Жақсы. Қалай келдің? Жақсы келдім. Көрдіңіз ме? Таза қазақша сөйлейді. Анда Қытайдан мындай сыйлық алып келіпті. Ішін ашып көреміз қазір. Мен кішкене кешігіп қалдым. Потому что сабаққа кіріп, содан кішкене кеш шықтым. Сонымен қанша минут күттің? 5 минут. 5 минут па? Танисыздар ма? Қытайда мен екеуміздің видеоларымызды, суреттерімізді салғанмын. Менің бұрынғы оқырмандарым болса тануы керек. Ал жаңадан қосылған оқырмандарын танысып қойсаңыздар болады. Бұл қыз маған Қытайда жанашыр болған, асын берген, мені досындай көрген, талмысын шайын шығарған. Бұйырса тағы да бір күшті дүниелер шығарамыз. Оны көрсетеміз, е? Кеттік, қарның ашты ма? Чай ішеміз. Кеттік. Жаттан түсе салып, біздің қазағымыздың ұлттық тағамы бешбармаққа алып келдім. Ас болсын жаным. Қызық түсіріп жатыр. Және де сүт шай міндетті түрде әңгімелесіп, Аллахтың берген ризығымен тамақтанып, Аллахқа сансыз шүкірлер, мадақтар болсын. Отырмыз. Ішіміз толып қалған. Жаным. Чай құйып берсем, тұз бар ма дейді, тұзды не істейсің десем, чайға саламын дейді. Шамал бір түрлі екен істері, негізі. Тұз қосынсақ білмейміз. Қан? Болды ма, салдың ба? Көпіп кесіп пісірмеймін. Ол аз. Болды ма? Біз қант саламыз ғой. Біздің Қытайда қазақтар тұз болын, біз біле оқсас істейді ғой. Сені ба? Менің құрбым көбісі жазып жатыр екен. Сол жақта қазағы ма деп, жоқ, сол жақтағы ұйғыр, қазақ емес. Бірақ тамақтары бірдей, сендердің тамақтары Бірдей. Жоқ, сілерден тамақтар бірге. Ат пешчейді. Шамал бір түрлі кестер болмайды екен. Өзінде тұз болмаса болмайды мала. Мен қантпен іше берем. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Біз Жоңышқамен прогулкаға шықтық. Типа жанымызда әйтеуір не бар не жоқ аралап білейік деп. Біздің ЖК-да подземный парковка жоқ, бірақ лифтта парковка бар. Парковка демекші, бүгін машина шығады, құдай қаласа. Бүгін алып кетесің деген, енді көреміз барып. Сөзінде тұрам екен. Тайрал болған егіз шылерік. Кешке келдегі. Оңғыр, окей болып отыр әңгімен бәрі. Бүгін еркекше алып кетесің деген. Біля... Пиздес орындым еркекші болды, менде. Нем бар еді, әп-әдемі жүріп тұрған машина апарып өзгертем деталингке. Тұрам деп. Сейчас. Нафиг надо. В общем, танысымыз бар ғой, істеп береді ау деп апарған тұрмын ғой. Бұл өмірде таныс деген іштен шешпейді ғой. Бәрі өз пайдасына ойлайды. Окей. Сала жиги. В общем, үйін жанынан айналып, Сайрангөл жаққа қарай шыққанымыз бар еді. Сөйтсек мынандай запрет қойып тастапты. Бір жаман оқиға болған дейді кеше. Енді сабыр берсін енді. Инстаграмнан қараған кезде сенбей тұрғам. Шынымен қайғылы оқиға болған екен мына жақтан. Күні кеше дейді. Сондықтан туысқандарына салып айтып көңіл айтқым келеді.
жарайды енді. Енді шомылу оңайтын жер деп ойлаймын, өз басым андай емес па, водохранилище. Өзіме ұнамайды, даже қапшағайда су оңаймайды маған. Ала көл, осылай күшті емес, балқаныш деп ойлаймын. Бассейнге барса болады, жүдә болмаса. О, ауада четкий болып тұр, салқын прям. Күшті болып тұр. Ана, короче, Сайран көлді тоқылды. Осының үстіне шығып жүгіресін деді. Мә бір демеді теріш. Кеше аны жаққа барып кеткен Сайрана. Деп қарасаң, ажағың Титаник па, бір не ғой көріп. Манхеттен мә бір деме. Деп қарасаң, Абаяда шафран. Қаланың ортасындамыз ба, или шет жағынамыз ба, әлі басын жетіп. Движение болады ғой, Алматыда движение. Движение болып отыр ғой, жан движение. Қайырлы таң, қалайсыздар достар. 30-ға дейін өзіңді түсіресің, 30-дан кейін табиғат түсіресің деген рас екен. Соңғы кездер сондай болып баратыр. Мына қарашы әдемісін. Табиғат емес, но все-таки андай күшті көрініс болып тұр. Андай үлкен-үлкен ЖК-лардың алдында андай кішілік-кішілі үйлер әлі бар, е. Бұлар не істейді екен, сносқа еді ме екен, или осылай қала ма екен? Пока что таза ауа болып тұр, біраздан кейін басталады, күн быжып, ыстық болып, терлеп, сасып, короче. Кеше машинан шығады деп еді, тағы да сөздерінде тұрмады. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін мен сторисқа кештетіп шықтым. Енді білмеймін неге екенін. Менде андай болады ғой, өнерлі адамдарда андай депрессия болады ғой. Мен сол өнерлі болмасам да, менде бір сондай духовный депрессия болып тұршы. Білмеймін неге екен. Қатты қайғырып кеттім мен что-то қайтадан. Жүрегім ауырып жатыр ше. Қайғыратын бір музыка болса енді ол да жоқ болып тұр ғой сол. Кетіп баратым енді. В общем, ондай емес енді шілей сәл құдыртатым бар ғой, білесіздер ғой. Там мына палуандар шомылып шықты, короче. Түнмен қазір сағат қанша? 12:26 бұлар шомылды. Бұл не деген жүрек керек деймін да қазір. Шілде болса мейлі, қыс қазір мысалы аяз, адамды шомылып жатады. Құдыртып жатым ше. Маған көз тиіп субханалла. В общем, сондай бүгін қаладамыз біз, короче. Қалайсыңдар? Демалайын деп жатырмыз. Бүгін күйме-күйміз кішігірім базарға шыққанбыз, сонымен ондай нәрсе бізге жақпайды ма, андай жүргіміз келмейді, бірдеңені таңдап, бірақ бүгін өзі барып, таңдасып беріп, күшті нәрселер алдық, оны ертең көрсетем. И бізде ертең кішігірім съемка болады. Соған дайындық, короче. Айбат екеуміз бүгін эфир жаққа мөлдіретіп келіп қалдық. Иә. Бұл кісі маусым крашына үміткер. Қалай ойлайсыздар, алам ба алмайын ба? Сұрақ сіздерге. Бір жағынан алатын сияқтымын, бір жағынан ана жерде бір аламан қосқан айғырлар секілді екі жас тұр. Жастар жолда қалдырайын деп тұр ғой. Біз енді маусым қоштасу, енді қалай болады екен, маусым қоштасу деген бір ыңғайсыз екен. Маусым жылауы болса, вообще келмей қояйын деп тұрсың ғой. Иә. Эфир қосылу болсын ағайындар.